Аралдың кен жазығына жана келіп ілінген жүргіншілер ерте көшкен ауылдың ер азаматы көшіп келе жатқан Абай ауылының көрші ауылдар. Сол көштің алдында ұзаңқырап кеткен мынау бір топ аттылар Абай мен оның кей достары, кей ақын әншілер. Топтың алдыңғы қатарында Абай, Көкбай, Шұбар, үшеуі өзгелердің ұзыңқырап оңаша әңгімелесіп барады. Артқы топ Ақылбай, Мағаш, Кәкітай, Дәрмен болатын. Олардың артында Ербол мен Баймағамбет бір бөлек келеді. Жүрістің ертелік мазасыздығына қарамай, күн райының мұнды сұрқырай көңілсіздігіне қарамай, ортадағы жастар тобы үнемі даурылап сөйлесіп, әзілдесіп күліп келе жатыр. Шетен ақын жастар болғандықтан, бұлар соңғы кездерде өлең шығарудан әр алуан үлгілерін байқап көрсететін. Үйде отырса жазып айтатын ақындар осындай ат үсті жол жөнекейде шапшаң өлең айтуға бәсеке мен жарысқа да түсе берісетін. Менімен бірге Мұхтар Әуезовтің Абай аға деген әңгімесін бірге оқиық. Менімен бірге Мұхтар Әуезовтің Абай жолын бірге оқиық. Қазақтың бір қызым, қазақтың ауылының қызымын, қырдағы бір құлпырдым қызыл гүлмен, ойнаймын самалмен кең даланың, келемін кең далаға қызылымен. Ауылдан құрбы таптым, құрдас таптым, ауылдан арманы бір сырлас таптым, ауылдан бауыр таптым, бал көңілді, ауылдан туыс таптым, қимас таптым. Менімен бірге Надежда Лушенкованың қазақтың бір қызымын кітабын бірге оқиық. Үкілі Ыбырай жақсылары жолғы еді, біржанмен көп жол бірге жүріп еді. Сірі ақынның денесі өз қолымен арулап көз жасымен жауып еді. Жұлдыздай кер бесімен ағып еді, құс салып қиядан аң қалып еді. Айтыста бас бәйгені алып еді, өнерде бір өзі бәрі дәуір еді. Сырыбай Мәуленовтың өлеңдерін бірге оқиық. Шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам бола сол аманда. О тәңірім неткен жан едім, жүрегім неттен берді қол адамға. Шын ғашықпын несіне оны жасыра алам, әрбір алтын ғой бір тал шашылмаған. Сырымды айттым ән арқылы өзіңе, сүйдім сөйлем құлақ салшы сөзіме. Кездескенде күлімдессің маған кім қызықпас мөлдір қара көзіме. Менімен бірге Мұқағали Мақатаевтың Жүрек арнауы деген кітапты оқиық. 1-90-да тәп-тәуір аяқтадым. Орыс тіліне судаймын. Сондықтан ол сабақ маған шақпақ тас ойнағандай. Есеп сабағының сүрмеймін, бірақ басқаның Олешка дейтін менімен түйдей құрдас баласы. Түрген селосындағы 8 жылдық мектептегі қатынап оқиды. Көбейтуді, алу, бөлу, қосуды қосымша үйде үйретеді. Оған ағалары үйретеді. Сонымен өзімше қалқос болып сабақтан соңғы тауға шығу, қарағайдың шайырын жинау, алма өрік теру, жер сағыз қазу, қураған талды отынға жиып, екі сырықты үй ара жалғыз атқа шене қып шегіп, отын тасу тағы басқа шаруаларды тындырып текшене жабыса бір-біріміз қалмай атқарамыз. Менімен бірге Шарбаның Құмарованың Жердің тұзы деген әңгімесін оқиық.